Сәлеметсіздер ме? Әңгімемді тыңдамас бұрын менің каналыма тіркеліп өтіңіз. Телефондағы тілдесу. Мобильді телефон шыр-шыр звонок түсті. Келіні көтерді. Енесі ар жақтан: Күлайна деймін әй, әлеу, Күлайна бұл сен бе? Кім екен әй? Үндесеңдерші тегі. Дауыстарың естілмей қалды ғой мүлде, әлеу. Келіні бер жақтан: Апау, сіз бе? Ой, апа жаным, сәлем бердік, апау. Апатайым, қалайсыз? Жөтелмей жүрсіз бе? Әнеу күнгі жіберген дәріні ішіп жатырсыз ба? Бәрі дұрыс па? Жайшылық па? Енесі ар жақтан: Әлеу, Күлайна деймін. Немене үндемей қалдың? Әлі ұйқыңды аша алмай тұрсың ба? Күнім-ау. Келіні бер жақтан: Өзіне өзі қақпас таң атпай ұйқыдан оятып, неғып телефон соқты? Ей, бұғу, бізден бір нәрсе сұрау үшін звондап жатыр ғой, Құдай білет. Деп, сосын ар жаққа енесіне: Апау, денсаулығыңыз қалай, жақсы ма? Алло, апа, естіп тұрсыз ба деймін. Мына бір дырылдап тұрма, түк естілмейді ғой тіпті. Енесі ар жақта: Күлайна, жауап қатсайшы бір. Менің даусым естілді ме? Келіні бер жақтан өз-өзіне: Ақша сал деп айтайын деп тұр ғой мына қақпас. Үнемі бізден сұрайды да отырады. Ана шалқеп отырған қыздарынан бір нәрсе сұрамайды ғой тіпті. Құлағым мүлде керең боп қалған ба? Неғып үндемей қалды мына қақпас? Апау, неғып ертемен звондап жатырсыз? Енесі ар жағынан: Әлеу, мынау Астанама өзі, әлде басқа бір қалаға түстім бе? Келіні бер жағында: Иә, апа, сізді естіп тұрмын. Сіз мені естіп тұрсыз ба? Маған енді ғана естіліп тұр. Міне, жаңа ғана. Связь жаман боп тұр ғой деймін. Сіздер жақтан болар, апа. Апа, алло, не дейді ау? Апа, операция дейсіз бе? Өзіне өзі: Бұл кемпір бәрібір өлмейді. Сүйегі мықты ғой, жарықтық. Денсаулығы менен жақсы. Талайды өлтіріп келер. Менің әкем де, шешем де өлді ғой 60-қа жетпей. Бұл әлі жүр 80-нен асып. Енесі ар жақтан: Күлайна, Борашқа айт, маған операция жасағалы жатыр деймін. Келіні бер жақта: Апай, қорқытпаңыз бүйтіп бізді. Мүмкін операция жасатудың қажеті жоқ шығар. Пышақ деген жаман ғой. Көтере алмай қалсаңыз? Апай, мына хабарыңызға уайымдайтын болдық қой біз. Өзіне өзі: Қараш, қақпастың өлгісі келмейді ғой. Операциядан қорқпай жасатам деп тұрғанын. Тіпті жап-жас боп мен қорқам. Мына кемпір бар ғой, 100 жасауға бар, 100 жасайды. Өлгісі келмейді қақпастың. Апа, ол жақта толық тексеруден өттіңіз бе? Врачтар айта береді. Жүрегіңіз шыдамай қалса? Өзіне өзі: Ой, Алла тіпті қорқпайды ғой. Нады жа. Апа, біз онда сол жаққа, сіздер жаққа барайық па? Бораш екеуміз қасыңызда болуға. Дәрігерлерге беретін беріп дегендей қиын болды ғой бізге де, апатайым-ай. Өзіне өзі: Біраз ақшамды құртатын болдық қой. Бұл жаққа бару келу жолы бар, мына кемпірдің операциясына беретінім бар. Бәрі ақша емес бе? Қақпас-ай, қақпас. Шығын ғой, шығын. Апа, енді сізге қай күні жасайды операцияны? Айтыңыз, бізде билет ала берейік пе? Өзім келем дейсіз бе сонда? Астанаға келесіз бе? Өзім келем дейсіз бе? Сонда осы Астанаға келесіз бе? Асқазаныңыз ба өткенде жазда көрсеткен? Не дейді? Құлағым дейсіз бе? Не дейсіз? Сәпсем естілмей қалдыңыз ғой, апа. Өз-өзіне: О, Құдайым-ау. Бұл қақпас кемпірге 80-нен асқанда құлақ не керек екен, ей? Еріккен ғой, еріккен.
Енесі ар жақта. Күлайна, әй Күлайна. Бірде естіп, бірде естімей қалдым ғой. Үйдегі келіннің де сөзін сөйтем. Жаңа сенің сөзіңді де шалапылай естіп, әй, алло. Толық естіген жоқпын деймін. Біреуге қақпастап жатырсың ба? Қақпастап жатырсың. Бәрібір өлмейді дейсің бе? Ар жағыңда біреуге ұрсып жатсың ба? Не істеп жатсың, ей? Қап, мына құлақтай. Зыңылдайма, ыңылдайма, мына телефон өзі, а? Келінінің айтқан әңгімесін естіп қойған енесіне келіні сасқалақтап, не сылтау айтарын білмей. Келіні, апау, үйдегі кран бар емес пе? Содан су ағып жатыр. Ұлыңызға айттым талай, соны істе деп. Жұмыс деп бір қолы босамайды ғой. Сосын кран істетуге өзім шақырғанмын сантехникті. Бір қақпас екен ол. Кранның шүріпі шіріген, басқаны тауып әкелді ме? Дәл сізбен сөйлесіп жатқанда қосарланып болды. Мен ол шүріпті қайдан білем? Қақпас өзі ішіп алған сантехник бе деймін. Енесі ар жақтан. Әй, Күлайна күнім, үйіңде күйеуің жоқта басқа еркекпен ұрыспа, нетіп кетер? Ұрып кетіп жүрер, бір періп. Келіні бер жақтан өз-өзіне. Жағың қашқыр, аузынан шыққан сөзін қараш. Атасының басына мен ұрғызармын. Өзім бір берермін кім болса да. Енесі ар жақта. Қазіргінің қатындары қорықпайды. Күйеуі жоқта еркекті үйге кіргізе ме екен, ей? Кіргізсе ұрыспайсайшы енді. Қақпастап жатыр, о тоба, қайтейін енді. Келіні, апау, енді айтсаңызшы, қашан қай пойызбен шығайын деп жатырсыз? Апа деймін. Телефон сымы үзілді. Енесі өз-өзіне ар жақта. Бураштың телефонына звондайын. Жұмыстан үйіңе тез қайт дейін оған. Сен жоқта үйіңде қатының ұрысып жатыр бір еркекпен дейін. Шапылдап қақпастап жатыр дейін. Ойбай, ай, қайтейін енді. Орыс бекен, қазақ бекен өзі анау келгені. Құдай-ау, ол да оңдыра ма? Ұрысқақ қатындарды. Бір нетеді ғой, бір нетеді оңдырмай. Соны ана қатын біліп тұрма десей. Келіні өзінен өзі бер жақта. Тезірек кранның шүмегін алып тастап, бұзылған сияқты бір нәрсе жасайын. Тура сантехник келіп қарап кеткендей. Ана жерге суды ағызайын. Ана қақпас кемпір менен телефонды үзді. Енді Бурашқа звондайды ол. Тіпті звондап та жатқан шығар. Не айтып жатқанын кім біледі? Ойпырмай. Бұл кемпір бар ғой. Жүріп тұрғанның бәрі ұрыс-керіс. Құлағым естімей қалды деуін қарасай, естіп тұрып, бәрі өтірік. Осы жолы келсе, бізге тағы тыныш келіп кетпейді. Бураш екеумізді бір бәле қып ұрыстырып кетеді. Көрде тұр.